халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Ал білім көкжиегіндегі қалықтаған құстай жер жаһанға білім нәрін себетін бірден бір адам, ол мұғалім. Бір арып үйреткенге 40 жыл сәлем салсаң да артық емес дейді ұлы ұстаз Әбу Насыр Әл-Фараби. Олай болса, менің мектебіммен және менің сыныбыммен таныс болыңыздар. Менің сынып жетекшіліктегі басты мақсатым балалардың жан-жақты дамуын ынталандыру, оқушылардың жеке бас қалыптасуы мен дамуына жағдай жасау, ата-аналар мен өзара байланыс орнату және оқу тәрбие процесіне сай жетекшілік жұмысымды атқарып келемін. Білім негізі бастауыштан бастау алатыны сөзсіз. Күні кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған балалар қазіргі таңда мейірімді жүрек пен жылы шырайға қаныққан шәкірттер. Білім нәрімен сусындап, тәрбиенің тал бесігімен шыңдалып келеді. Еңбек жолымды осы салада 2023 жылы бастадым. Ұлттық тәрбие ұлт болашағы десек, балалар арасындағы жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды дәріптеген абзал. Себебі бұл атадан балаға мұра болып қалған мирас. Ұстаздардың еңбегін ұлы ететін өздері емес, шәкірттері. Ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин мұғалім мектептің жүрегі десе, Мағжан Жұмабаев алты алаштың басын қосса 4 ұстаздікі деген. Ендеше ұстаздар еңбегі ұлы еңбек. Қазіргі кезде білім саласы күннен күнге дамып келе жатқаны анық. Біртұтас тәрбие, цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында балаларға білім беріп, сол арнада адами құндылықтарды дамытып келеміз. Ұстаздық жолында біліктілікті арттыру мақсатында Семей қаласына шағын жинақталған мектептерде сынып пен пәндерді оқыту әдістемесіне бардым. Әдістемелік кеңесте әріптестермен бірге өз тәжірибеммен бөлістім. Ұстаз болу жүректің батылдығы демекші, бұл жолдың күрделі де қызықты екендігіне көзім жетіп, әр баланың жүрегіне жол тауып, сапалы білім мен саналы тәрбие беруде аянып қалмау керек екендігін түсіндім.